Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге копирайтинг мамандығы туралы айтамын. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Копирайтинг дегеніміз ол жарнамалық мәтін жазу шеберлігі десек те болады. Жалпы копирайтерлер осы мәтіндерді жазумен айналысады. Копирайтер ол ең алдымен не істеу керек? Ол сол бір өнім туралы немесе бір кәсіп туралы жалпы өзі жарнамалайтын затына байланысты қысқа қарапайым тілде және барлығына түсінікті етіп мәтін жаза алу керек. Таңда бұл маркетингтің белгілі бір саласы десек те болады копирайтингті, өйткені осы бір мәтін жазу арқылы сіз өзіңіздің өніміңіздің сатылымын арттыра аласыз. Және де оны белгілі бір деңгейге көтеруде осы бір мәтінге байланысты болуы мүмкін. Сол себепті де достар, мен ойымша кез келген қазіргі таңдағы компанияның копирайтері болу керек, өйткені олардың желідегі парақшасын жүргізіп отыратын, оған сатылым алып келетін және де оның мәтіні арқылы, яғни копирайтердің жұмысы арқылы ол компания туралы толық ақпаратты да білуімізге болады. Жалпы қазіргі таңда көбісі ойлауы мүмкін, жалпы осы копирайтерлер көбейіп кетті, бірақ олар жұмыссыз қалуы мүмкін бе деп. Өйткені менің ойымша бұл сұранысқа байланысты. Мысалы, осыдан 10 жыл алдын немесе 20 жыл алдын копирайтерлерге ешқандай сұраныс болған жоқ, және де ондай мамандық иелерде кездескен жоқ. Журналистер осы копирайтердің де жұмысын сол кезде атқарған болатын. Бірақ қазіргі таңда енді жеке осы копирайтерлер өздері, яғни сондай маман болып қалыптасып жатыр, өйткені оларға деген сұраныс көбеюде. Мысалға, қазір кез келген компанияның өзінің жеке жаңағыдай копирайтері болады, жеке жаңағыдай SMM мамандары болып жатыр. Бұның барлығы мен ойымша заман талабына сай, яғни заманмен бірге ілесу үшін осындай түрлі мамандықтар пайда болуда. Және де бұл мамандықтар меңгеру сізге зиян емес, керісінше пайда алып келуі мүмкін. Егер де сіз журналист болсаңыз, қосымша осы копирайтерлік курстарды өтіп, және өзіңіздің біліміңізді шыңдайтын болсаңыз, онда сізге кез келген жерге жұмыс табу өте оңайға соғады. Копирайтинг қазіргі таңда негізінен SMM салаларында, маркетинг, сауда-саттық, кәсіп, тағы да басқа көптеген салаларда қолданылуда, және де барлығына менің ойымша өтімді мамандық деген ойдамын. Ал келесі кезекте бұл саланы меңгерген кезде сіз онлайн және де офлайн жұмыс жасай аласыз. Ең басты өзіңіздің жағдайыңызға байланысты. Егер де сіз жақсы мәтін жаза алсаңыз, онда сіз онлайн үйде отырып та керемет қаржы таба аласыз. Ал копирайтер болып қаржы табу үшін не істеу керек? Копирайтер болып қаржы табу үшін сіз ең алдымен өзіңіздің әлеуметтік желідегі парақшаларыңызды дұрыс жүргізе алуыңыз қажет. Өйткені сіз мысалға осы уақытқа дейін бірнеше компанияға жарнамалық мәтін жазып керемет көлемде қаржы табуыңыз мүмкін, бірақ енді ол жайлы сіз айтпасаңыз ешкім білмейді. Сол себепті де сіз әлеуметтік желідегі парақшаңызда өзіңіздің жасап жатқан дүниелеріңізді, жасаған дүниелеріңізбен бөлісіп отыруыңыз қажет. Сонда ғана сіз туралы басқалар да білетін болады. Және достар, енді ғана сіздер копирайтинг саласына келіп, енді ғана бастап жатқан болсаңыздар, онда клиентті мен ойымша өзіңіздің дос, туыс, жақындарыңыздан бастағаның жөн. Оларға бір пост жазып беріңіз, немесе ақпараттық бір дүние жазып беріп те өзіңіздің шеберлігіңізді көрсетсеңіз болады. Мысалға, сіз досыңызға жазып берсеңіз, ол басқа достарына айту мүмкін. Сіздің қалай мәтін жазатындығыңызды және қалай жазғаныңызды көрсетіп, сізге клиент алып келу мүмкін. Сол себепті де ешқашанда ұялмаңыз. Кез келген адам, мен ойымша, қазіргі таңда өзінің сүйікті ісімен айналысу арқылы үйде отырып болсын, офисте отырып, кез келген жерде өзінің қаражатын таба алады деген ойдамын. Және де келесі видеода мен сіздерге тағы да копирайтинг салалары туралы, жалпы копирайтинг туралы толығырақ ақпарат беремін. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Копирайтинг дегеніміз ол қысқаша айтқан кезде мәтін жазу дағдысы. Яғни сіздер осы мәтін жазу дағдысын меңгергіңіз келсе, онда сізге 10 түрлі дайын кеңес ұсынылған чек-листті тегін сыйға тартамын. Ол үшін менің Instagram парақшама өтіп, копирайтинг чек-листі деп жазсаңыздар, мен сіздерге жіберетін боламын. Ол жерде сіздерге мәтінді қалай қысқа, нұсқа етіп, қалай жазу керектігі жайлы толық ақпарат берілген. Сол ақпараттармен танысу арқылы копирайтинг туралы толығырақ ақпарат білетін боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.